Армысыз ағайын, есен аман бармысыз. Мінекей бүгін біздің ұғымымызда қасиетті бейсенбі күні сонау баяғы түркілердің дүркін елінің дүркін жеңіс, дүркін мадақ, дүркін даңқтың егесі болған ұлы дүркін жұртын кейін түркі жұрты, түркі жұртын түрік жұрты деп келдік. Міне сол жұрттың мен бір баласы болам. Елім Дулат, Дулаттың ішіндегі Сиқым, Сиқымның ішіндегі Шуылдағы болам. Шуылдақтың ішінде Дәулет Шуылдақ дейді. Немесе Дәулеттің ұлы Қасаболат атамыздың атымен Қасаболаттар әулеті деп айтады бізді. Жалпы мынау түркі басы жерінде Арыстың жағасында, Арыс пен Машаттың қосылған қос өзеннің аңғарында өсіп өнген елдің баласы боламыз. Міне бүгін қасиетті бейсенбі күні ата бабамыздың әруағына арнап осында бір мінекей отқа май салу. Мінекей мына қолдың сары майы. Енді кезінде өзіміз көз көрген қариялар, апаларымыз, әжелеріміз мына отқа май салғанда тұшытылған майды салушы еді. Тұшытылған қолдың сары майын. Енді қазір мына сары маймен салып көріп, білесіздер, бізде қасиетті сөз бар. Ол Дулат елінде, Арғын Қыпшақ, Алшын ұлдарында, Қаңлыда, Қоңыратта, Албан Суанда, Ошақты мен Шапырашта, Ыстыда, басқа біздің аты аталмай қалған міне қасиетті тайпаларымыздың барлығында да осы қасиетті бейсенбі күні ата бабамыздың әруағы бізден иіс дәмететін күні осылай отқа май салу дәстүрі болған. Өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Енді біреулер байыз таппайды деп өздерінше айтып жүр, бірақ менің ата бабамнан естіген сөзім байымайды деген сөз. Ол ешқандай меркантилді саясаттың нәтижесі немесе пайдақорлық, ақшақұмарлықтың нәтижесінде емес. Баю деген рухани баю, материалды баю, жалпы жан дүниенің баюы деп білем мен. Сондықтан өлі разы болмай тірі байымас деп ата бабамыздың әруағына тие берсін деп, ата бабамыздың әруағы бізді желеп жебеп жүрсін деп, қиын қыстау сәттерде қолдап қоштап жүрсін деп ниет қылып міне мына майымызды салдым. Ата бабамыздың әруағына тие берсін, әруағы шат болсын. Бейсенбіден бейсенбіге төрт көзіміз түгел аман есен жете берейік. Ата бабамыздың әруағы қолдап, еліміз аман, жұмыртымыз тыныш бола берсін ағайын.